Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Ел ортамызда 18 жылдан кейін Республикалық педагогтер съезі өтті. Тәуелсіздік жылдарында мұғалімдер съезі 1998 және 2005 жылдары ұйымдастырылған екен. Ал ұстаздар күні, яғни 2023 жылғы 5 қазандағы іс-шараға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы қатысып, білім беру саласындағы 7 өзекті мәселеге жан-жақты тоқталып, олардың орындалуына қатаң бақылау болатынын да ескертті. Ұстаздардың біліктілігін арттыру. Қасым-Жомарт Тоқаев ұстаздардың біліктілігін арттыру қажет екенін атап өтті. Мемлекет басшысы педагогтердің бүгінде тек пәнді ғана үйретіп қоймайтынын, сондай-ақ балалардың әлеуметтік дағдылары мен эмоциялық интеллектісін дамытуға ықпал ететінін айтты. Екінші мәселе – балаларға заманға сай озық білім беру. Мемлекет басшысы балалардың уақыт талабына сай озық білім алуы қажет екенін маңызды мәселе ретінде атап өтті. Президент айрықша тоқталған өзекті мәселенің бірі мектептегі орын тапшылығы. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, елімізде жыл сайын 400 мыңнан астам бала дүниеге келеді. Бұл әрине қуантарлық жайт. Мектеп ең қауіпсіз орынға айналуы тиіс. Қасым-Жомарт Тоқаев мектептің ең қауіпсіз орынға айналдырудың білім ошақтарының бәріне дабыл қағып, бейне бақылау жүйесін орнатудың маңызды екенін тағы да еске салды. Мектеп оқушылары арасында белең алған буллинг, әлімжеттік, зорлық-зомбылық көрсету проблемасы да президент назарынан тыс қалмады. 5-ші мәселе – қала мен ауыл мектептеріндегі білім сапасының теңсіздігін жою. Президент айрықша тоқталған тағы бір маңызды міндет – қала мен ауыл мектептеріндегі білім сапасының теңсіздігін жою. 6-шы – білім беру үдерісін цифрландыру қарқынын жеделдету. Қасым-Жомарт Тоқаев білім беру үдерісін цифрландыру қарқынын жеделдету қажет екенін атап өтті. Өйткені цифрлық шешімдер озық педагогикалық тәжірибені тез әрі тиімді түрде кеңінен таратуға мүмкіндік береді. Оқушыларға озық біліммен қатар өнегелі тәрбие беру керек деді 7-ші мәселесінде.